Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ауызашардың 15-ші күніне арналған өте керемет оңай рецептпен бөлісетін боламын. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көрсеңіздер. Бұл тамақ ешқандай да етті қажет етпейді. Үйіңізде ет болмаған жағдайда ет жоқ демей, дәл осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Енді біздер картопымызды турап пісіруге қоямыз. Езіліп пісіру керек бізге. Енді одан кейін біздер қамырын елеп аламыз. Ыдысымызға суымызды, тұзымызды, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан соң барып үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, өте қатты емес, өте жұмсақ емес қамыр елеп аламыз. Және де достар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан видеомды соңына дейін көріп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Енді бетін жауып, бір 5 минутқа қоямыз. Мен бұл тамақты үйде жиі жасап беремін. Отбасым, балаларым өте қатты жақсы көреді. Жасалуы да өте оңай, ең бастысы үйіңізде осы картоп пен ұн болса жеткілікті. Бұл тамақты әркім әртүрлі жасайды. Біреу суға пісіреді, біреу мантоваркаға пісіреді. Енді мен бұл тамақты мантоваркаға пісіріп көріп жатырмын. Енді қамырымызды жұқартып бастаймыз. Бұл жерде қамырды өте жұқайтып жайып жүрудің қажеті жоқ. Енді оқтауымыздың көмегімен жұқартамыз. Қамырыңыз қанша тұнып тұрғанша, соншалықты жайылу да өте жақсы болады. Қамырымызды жайып алдық, дайын болды. Енді қазір мен сіздерге қалай арасына картопты салу керек екендігін көрсететін боламын. Енді қамырымыздың бір шетінен жаңағы піскен картоптарымызды қасықты толтырмай, жарты қасықтай етіп, осылай шетінен басып салып кете береміз. Енді пышағымызбен осы қамырымызды картоптың салынған шетінен пышақпен кесіп шығамыз. Енді қазір сіздерге түйілу жолын көрсететін боламын. Қамырды бір шетінен алып, жаңа картопымызды көрінбейтіндей етіп жауып, қолымызбен осылай ортасынан басып шығамыз. Енді кесіп аламыз картоптарымызды жаңа қолымыздың басқан жерінен, содан соң барып екі шетін қамырымыздың басамыз. Ішіндегі жаңағы начинкасы, яғни картоп шығып кетпеу керек. Енді кесіп алған жерінен тағы да осы картоптарымызды салып бастаймыз. Картопымызды міндетті емес, қасығымызды толтыру, ұшымен ғана салсаңыздар жеткілікті. Алдын ала мантоваркамызға суымызды құйып, листтарына майымызды жағып дайындап қоямыз. Мен бұл тамақты ауызашардан кейін жасадым, және де жылдам дайын болады. Бірақ қамырын, картоптың бәрін дайындап алдым. Аузымды ашып алғаннан кейін барып, осылай жайып, түйіп бастадым. Өте оңай әрі жылдам пісетін тағамдардың бірі. Түйіп алған вареникелерімізді енді мантоваркамыздың көзіне жайғастырып, қайнап жатқан суда 20-25 минутта пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын, 20 минуттың ішінде пісіп шықты. Өте жылдам болатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді үстінен пияз немесе осындай сары майымызды жағып,
жей берсек те болады. Осылай үстінен сармайымызды жағып жесеңіздер одан да дәмді болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Алладан не тілесеңіздер де тілектеріңіз қабыл болсын.